10-шы сынып информатика пәні номері 4-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ақпаратты қорғау әдістері. Сабақтың мақсаты қауіпсіздік шараларын, оның ішінде түсініктерді сипаттау, деректерді резервтік көшіру және сипаттау. Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатер көздері сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Сыртқы қауіп-қатер көздеріне шетелдік саяси және ақпараттық құрылымдар, шет мемлекеттердің барлау және арнайы қызметтері, халықаралық террористік және экстремистік ұйымдар, деструктивті бағыттағы заңсыз саяси діни құрылымдар, ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықтар мен топтар, жеке тұлғалар және де табиғи апаттар жатады. Ал ішкі қауіп-қатер көздеріне ақпараттық саладағы қатынастарды реттейтін мемлекеттің жетілмеген ақпараттық құқықтық базасы, мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жеткіліксіз қаржыландыру, ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелердегі бағдарламалық қамтамасыз ету мен техникалық құралдардың төмен деңгейі, ақпараттық қауіпсіздіктегі қамтамасыз ету саласындағы білікті кадрлардың жеткіліксіз саны, пайдаланушылардың компьютерлік сауаттылығының төмендігі, ақпараттық жүйелер персоналының қасақана заңсыз әрекеттері мен абайсызда жасалған қателіктері жатады. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ең бастысы ол қауіпсіздік шараларын сақтау болып табылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ақпаратты қорғаудың техникалық, программалық, ұйымдастырушылық шараларын қолдану маңызды болып келеді. Ақпаратты қорғаудың техникалық шараларына бейнебақылау мен дабыл жүйелерін, ақпараттың таралуы мен мүмкін барлық жолдары бұғаттап, алдын алатын құралдарды жатқызуға болады. Ал ақпаратты қорғаудың программалық шараларына белгілі бір деректердің қолжетімділігіне құпиясыз орнату, мәтінді шифрлау, файлдарды уақытша жою мен қауіпті программалардан қорғауды қамтамасыз ету жатады. Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық шараларына байланыс арналарын, оларға қолжетімділік барынша қиын болатындай етіп тарату мен ұйымның саясаты жатады. Қауіпті программалардың ақпаратқа тигізетін басты зияны ол ақпаратты жойып жіберу немесе құпия ақпараттың кілтін жою болып табылады. Осындай зардапты болдырмас үшін маңызды ақпараттардың резервтік көшірмесін сақтап қою керек. Егер мұндай шараларды жасамайтын болсақ, яғни онда өз файлымызды қайта қалпына келтіре алмай жоғалтып аламыз. Қандай файлдардың резервтік көшірмесін жасау маңызды? Яғни бұнда әрине ең алдымен өзіміз үшін маңызды жеке файлдардың көшірмесін жасау керек. Себебі, егер қандайды бір жағдай орын алатындай болса, ондай әрқашан операциялық жүйені қайта орнатып, қажетті программаларды жүктей аламыз. Ал жеке файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес. Ол үшін де компьютердегі құжаттар, суреттер, бейнежазбалар мен кез келген жеке ақпараттардың резервтік көшірмесін жасау программасын жиі қосып отыру керек. Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндірудің тәсілдері. Бұған бізде ақпараттық, бағдарламалық, математикалық, физикалық, радиотехникалық, ұйымдық құқықтық осылар жатады. Ақпаратқа, рұқсатсыз ақпаратқа қол жеткізу, заңсыз деректерді жою, деректерді түрлендіру, деректерді ұрлау, деректерді бұрмалау, деректерді заңсыз көшіру жатады. Ал бағдарламалық математикалыққа вирус бағдарламаларды енгізу, қауіпті бағдарламаларды енгізу, спам тарату. Ал физикалыққа ақпаратты өңдеу құралдарын жою, ақпарат тасымалдағыштарды ұрлау, ақпаратты қамтамасыз етудің істен шығуы. Радиотехникалық. Бұнда
Бұларға ақпаратты ұстап алу, ақпаратты дешифрлау, техникалық құралдар арқылы жалған ақпарат тарату. Және де соңғысы ұйымдық құқықтық бұған ескірген техникалық құралдарды пайдалану, лицензияланбаған бағдарламалық жасақтама пайдалану, ақпараттық саладағы заңнама талаптарын орындамау жатады. Ақпаратты қорғау әдістерінің екі түрі бағдарламалық техникалық және ұйымдастырушылық физикалық. Бағдарламалық техникалыққа қолжетімділікті басқару, бүркемелеу, мамандырылған бағдарламалар, сақтық көшіру жатады. Қолжетімділікті басқаруға жүйенің пайдаланушыларын, персоналын және ресурстарын сәйкестендіру арқылы ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау әдісі, бүркемелеуге ақпаратты шифрлау және криптографиялық жабу жолымен қорғау әдісі, мамандандырылған бағдарламаларға зиянды бағдарламалық жасақтама әдістерін анықтауға және бейне ақпараттарға арналған. Сақтық көшіру дереккөз жоғалған немесе жойылған жағдайда деректерді пайдалану үшін көшіру арқылы ақпаратты қорғау әдістері жатады. Ұйымдастырушылық физикалыққа регламенттеу, мәжбүрлеу, ояту, кедергі жатады. Регламенттеу дегеніміз қозғалатын деректермен барлық манипуляциялар жүзеге асырылуы тиіс ерекше нұсқауларды енгізуді болжайтын ақпаратты қорғау әдісі болып табылады. Мәжбүрлеу пайдаланушылар материалдық, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік қатерін төндіру ақпаратты өңдеу, беру және пайдалану ережелерін сақтауға мәжбүр болатын ақпаратты қорғау әдісі. Ояту пайдаланушы қалыптасқан моральдық және этикалық нормаларды сақтау есебін белгілеген тәртіпті бұзбауға итермелейтін ақпаратты қорғау әдісі. Кедергі зиянкестердің қорғалатын ақпаратқа немесе ақпарат тасымалдаушыларына баратын жолдарын физикалық бөгеу әдістері жатады. Оқушылар, енді кезекте тапсырма орындайық. Сіздерге тапсырма: қауіп көзі мен ақпарат объектісіне қауіпті әсердің алдын алатын немесе әсер ететін ақпаратты қорғау әдістерінің сәйкестігін орнатыңыздар. Мына жерде сіздерде ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін көздер және де ақпаратты қорғау әдістері берілген екі кесте. Осыны сәйкестендіріңіздер. Мысалға 1А, 2Б деген сияқты сәйкестендіріңіздер. Ал енді сәйкестендіріп болсаңыздар, дұрыс жауапты тексеріңіздер. Яғни бұнда бірінші, ақпараттық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізу, ол бізде Д жауабы мамандандырылған бағдарламалар. Екінші, ақпаратты ұрлау мақсатында серверлік бөлмеге заңсыз кіру, ол бізде С жауабы, яғни сақтық көшірме. Үшінші, кітапханалардың, мұрағаттардың, банкілердің және деректер базасының ақпараттық жүйелерін ақпаратты жою, ол бізде Е жауабы, яғни бұл бүркемелеу. Төртінші, компьютерлерді бағдарламалық қамтамасыз етуде вирустарды енгізу, ол H, яғни сақтық көшірме. Бесінші, электрондық кілттер мен парольдерді бұзу әрекеті, ол регламенттеу деп аталады екен. Алтыншы, ақпарат тасығыштарды жоюға немесе ұрлауға әрекет жасау, ақпаратты қорғау әдістері деп аталады. Жетінші, ақпараттық жүйелер қызметкерлерінің байқаусызда жіберген қателіктері, F жауабы, кедергілер. Сегізінші, маңызды ақпаратты жоғалтуға келетін компьютердің бұзылуы, Б, яғни кедергілер. Тоғызыншы, қызметкерлердің ақпаратты өңдеу, беру және пайдалану ережелерін сақтамауы,
ояту болып табылады. Шифрлау. Қауіпті программалар ақпаратқа зиянын тигізбес үшін электронды поштамен келетін бейтаныс хаттарды, әсіресе қосымша файлдарды, хаттарды ашпау қажет. Сонымен қатар хат мәтініндегі сілтемені басу арқылы басқа бетке көшуде қауіпті. Себебі олар вируспен зақымдалған веб-беттерге алып баруы мүмкін. Ақпаратты қорғау шараларының тағы бірі шифрлау, яғни ақпаратты арнайы түрде қорғау кодтау деп аталады. Шифрлаудың ең алдымен құпия ақпаратты қорғалмаған байланыс арналары арқылы тасымалдау кезінде қолданады. Мәтін, сурет, дыбыс, деректер қоры және басқа да ақпаратты шифрлауға болады. Деректерді шифрлау мен шифрдан ашу әдістерімен 4000 жылдық тарихы бар криптология ғылымы айналысады. Криптология ол екіге бөлінеді: криптография және криптоанализ. Криптография дегеніміз ақпаратты шифрлау әдістері туралы ғылым. Ал криптоанализ дегеніміз шифрдан ашу әдіс тәсілдері туралы ғылым. Ал енді оқушылар сабақ бойынша кері байланыс жасасақ. Нені білдім, нені үйрендім, түсініксіз болып қалған нәрсе, нені жетілдіру керек.